Это наша с тобою земля, это наша с тобой биография. Биыл автобазаның құрылғанына 25 жыл болып жатса, Дулат Искаковтың осы автокөлік саласында қызмет етіп жүргеніне 40 жылдан асты. Міне бір жылға жақындап қалды зейнеткерлікте. Дегенмен өз жұмысын атқаруда әлі де жалғастыруда. 84 жылы октябрь айында осы ол кезде объединение Екібастұз-Уголь дейді, разрез болды, разрез степной, вскрышной. Сонда қызметке орналастым, слесарь болып, автотракторна бульдозный участок болды. Алғашқы трудовой жұмыс сол степной разрезе басталды. Слесарьдан бастап, көріп үйреніп, жарты жылдан кейін механик болып, мастер болып, электромеханик болып, сол зам начальник участок, начальник участок дейін көтерілдім. Бар еңбек жолын Богатырь көмір компаниясында өткізіп келе жатқан Дулат Сағадатұлы автобазаның құрылу тарихында жақсы біледі. 96 жылы 6 ноябрьден бастап приказ шығып, объединение Екібастұз-Уголь тоқтатылып, уақытша ЗАО Богатырь дейді, разрез, закрытое акционерное общество. Сол Богатырьге бүкіл қызметкерлерді, техникасы мен оборудование разрездердің бәрі тапсырылды да, автотракторна бульдозный участоктан 96 жылы автотранспортный цех разреза Богатырьге бөлініп шықты. Жеке өзі бүкіл техникаларды участок автомобиліне транспорта болды разрез. Содан жаңағы автоцехқа бәрін қабылдап алды да, содан автотранспортный цех болып, үлкен цех болды. Сол цех болды да, кейіннен жаңа жылдан кейін 97 жылы учредитель документ устав шыққаннан кейін Богатырь аксис көмір болды да, содан сол жаңағы ЗАО Богатырьден полностью передавать етілді Богатырь аксис көмірге. Автотранспортный цех то Богатырь аксис көмір болды 97 жылдан бастап. Сол жерде инженер, жол қауіпсіздігін бақылау инженері болып бастадым. Охрана труда, техника безопасности басқардым бірге. Содан 2001 жылы автобаза болдық. 2001 жылы 1 февральда приказ шықты. Сол жаңағы то Богатырь аксис көмірінен жеке подразделение автобаза бөлініп шықты. Ол кезде автобазаның құрамында жаңағы 3 цех ашылды. Автотранспортный 1-ші, 2-ші, 3-ші қалада разрезде болды. Спецавтоколония болды. Жеңіл машиналарды жеке бөліп шығып сол автобазаның құрамында болды. Одан участок автомобиль транспорта Богатырьдан әкеп қосы спецтехника, автокран, автовышка жаңағыдай жүк көтерімді техникалары, жаңа грузовой участок дейді, транспорттар обслуживать ететін бәрі сол автобазаға берілді. Жалпы қызметіме ешқандай ренішім де жоқ, өкінішім де жоқ. Руководителер жағынан да қашанда болсын көмектесіп, қай жағынан болсын істеген қызметтің бәрі бағаланды. Это наша с тобой биография.